Ақылды ойлар ақымақ істер жасалып қойған кезде ғана келеді. Егер мақсатың болмаса, түк те тындыра алмайсың, ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе тындырмайсың. Есепсіз берілген жақсылық бергенді де, алушыны да қуанышқа бөлейді. Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады. Адам тек басқалар арасында ғана адам бола алады. Уақытты кері қайтарып бастауыңызды өзгерте алмайсыз, бірақ қазір басталып аяқталуыңызды өзгерте аласыз. Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе оның басқа адамдармен қарым-қатынасы. Жақынырақ зерттей келе, маған уақыт өте келе көрінетін өзгерістер шын мәнінде мүлде өзгермейтіні анық болды. Тек менің заттарға деген көзқарасым өзгерді. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Біз неғұрлым көп тырысқан сайын, біз өзімізден және басқалардан соғұрлым көп күтсек, бұл шындық біздің жоғары үмітімізді ақтамаса, көңілсіздікке әкелуі мүмкін. Қолайлы жауап үшін бір ғана сөз жеткілікті. Иә, барлық басқа сөздер жоқ деп айту үшін ойлап табылған. Сенім әдет болып қалыптасқанда ғана мінезге айналады. Тек қана әдет арқылы адам өз мінезін қалыптастырып, ойы іске айналады. Егер сіз өмірді түсінгіңіз келсе, олардың айтқанына және жазғанына сенуді доғарыңыз, бірақ бақылаңыз және сезініңіз. Өзгермейтін, түзелмейтін мінез болмайды. Сондықтан бір жарамсыз қылықты ақтап, аршып алу үшін мінездегі кемістікті сылтау ету тіпті бос сөз. Адам өз мінезіне өзі жауапты. Өмірдің бір заңы, бір есік жабылса, екіншісі ашылады дейді. Бірақ бар бәле біз жабылған есікке қарап ашылғанға мән бермеуімізде. Арманмен ойнау қауіпті. Күйреген арман өмірді бақытсыздыққа душар етуі де мүмкін. Адаммен бетпе-бет сөйлеспейінше оны айыптамаңыз, өйткені естігендердің бәрі есту. Сіз есейген сайын сіз тек жасамаған істеріңіз үшін өкінетін боласыз. Алдымен олар сені елемейді, сосын саған күледі, сосын сенімен төбелеседі, содан кейін сен жеңесің. Тек сұраған кезде ғана кеңес беріңіз. Айналадағы азап әлеміне қарамастан ішкі қанағаттану бұл өте құнды байлық. Уақыт босқа кеткенді ұнатпайды. Ақырында көргіңіз келетін өмірді қазірден бастаңыз. Өмір сүрудің екі жолы бар. Бір жолы ғажайыптар болмайды деп ойлау, екіншісі болып жатқанның бәрін ғажайып деп ойлау. Мен білетін барлық дерлік сәттілік оқиғасы сәтсіздіктен жеңілген шалқасынан жатқан адамнан басталды. Шынында ақылға қонымды дәлелдер жетіспесе, олар айғаймен ауыстырылады. Сізден артық ешкім жоқ, сізден ақылды ешкім жоқ. Олар ерте бастады. Адам өзі қалағанның бәріне уақыт табады. Өзінің әлсіздігін мойындау арқылы адам күшті болады. Достарыңыздан кемшіліктеріңізді сұрамаңыз. Достарыңыз олар туралы үндемейді. Жауларыңыз сіз туралы не айтатынын біліп алғаныңыз жөн. Сіз сенетін нәрсе сіздің әлеміңізге айналады. Ақымақтық әрқашан адамды жаман қылмайды, бірақ ашу әрқашан адамды ақымақ етеді. Адамдар жаңа өмірге қадам жасаудан қорқатыны сонша, олар өздеріне сәйкес келмейтін барлық нәрсеге көздерін жұмып қоюға дайын. Бірақ одан да қорқынышты бір күні оянып, бәрі дұрыс емес, бұрыс екенін түсіну. Өмірдің мәні тікелей адамның өзіне байланысты. Не сен әлемді жасайсың, не әлем сені жасайды. Қателіктерді мойындауға батылдық жетсе, сіз әрқашан өзіңізді кешіре аласыз. Адам жақындағанда жараланған жануар күтпеген жерден әрекет етеді.
Эмоциялық жарасы бар адам да солай етеді. Адамның бір жағына жатуы ыңғайсыз болса, екінші жағына бұрылады. Ал өмір сүруге ыңғайсыз болса, тек шағымданады. Ал сіз күш саласыз, аударыңыз. Өзгерістер әдеттеріңізге қарсы шыққан кезде болады. Сіз бірдеңе істегенде өзіңізге ғана сенгеніңіз дұрыс. Жағдайға басқаша қарау болашақты өзгертеді. Біреу сіздің өміріңізде қалсын десеңіз, оған ешқашан бейжай қарамаңыз. Ештеңені өзгертпей, жоспарлар құру тек арман болып қалады. Егер сіз армандай алсаңыз, армандарыңызды орындай аласыз. Өмір бұл дөңгелек, жақында төмен болған нәрсе ертең жоғарыда болады. Өкінішке орай, бұл дүниеде әркімнің өз көзқарасы бар. Ол басқалардың көзқарасын көруге кедергі жасайды. Маңызды кітаптарды оқыңыз, өмір өзгереді.